Ертеде бір кедей бала болыпты, оның жалғыз анасы болыпты. Анасы бір күні ауырып қалаткен, дәрігер ақшасы жетпеген бала, не істерін білмей Күнсу деген ағасына барып қарызға ақша сұрайды екен. Ал Күнсу ағасы сендер сияқтыларға ақшаң жоқ деп айтады. Анаң немене белгісіз ғой деп қайтар жібереді. Ал бала шаршаған соң бір ағаштың жанына барып ұйқыға батады. Артында біреу түрткендей болады. Артында қараса, кішкентай жұлдыз дүрсілдеп жатыр екен. Құлағына бірдеңе сыбырлағандай көрінгенде қасында ақсақалды ата отыр екен. Ол анаң ауырып жатыр екен деп мына сыйлықты саған бермекшімін деп айтады. Бұл жай етік емес деп айтады. Ал бұл деген ғажайып балық әкелетін етік деп береді. Оны қолдана берме деп айтады. Себебі кішірей береді деп айтады. Оны киіп бала құласа ақшалар толады. Ол қуана дәрігерге жүгіреді. Дәрігерді үйіне шақырады. Дорба-дорба азық-түлік алады анасына. Екеуі қуанып отырған кезде Күнсу ағасы келіп үйін сатып ақша қылмақшы болған екен. Екеуі анасы мен баласы қуанып отырғанын көріп, сендер бұл жетістікке қалай жеттіңдер деп ойлайды. Олар былай айтады: мына аяқ киімді бізге бір ата берді. Оны кисең, құлайсаң ақшалар шығады дейді. Оны Күнсу ағасы сұрайды. Оны бергенде үйіне барып киіп құлай береді. Ақшасы көбейе береді. Оны бір бөлмеге қояды. Оның ақшасы төбеге дейін жетеді. Бір күні оның бала аяқ киімін әкету үшін сояққа барады. Күнсу ағай деп айқайласа, оның шықпайды. Оны үйдегі есікті бұзып кірсе, бір есікті ашып қалса, толған ақшалар жатады. Оның ішінде бір қоңыз жатады. Сосын барлығы осы жақта Күнсу деген қоңыз жатыр дейді.